сол уақытта сол жерден ғана өзіме лайықты киімдерді таба алдым. Лайықты дегенде енді қалай лайықты деп айтқанда басқа амал жоқ сенде таңдау мүмкіндігі жоқ. Саған берілгендердің ішінен ғана таңдай аласың. Сен өзің қалағанын таңдай алмайсың. Сенде ондай мүмкіндік жоқ. Ондай мүмкіндік болу үшін сен арықтауың керек. Сондай болды. Сосын мен енді не істеймін, амалсыздан бір киімдер алып жүрдім. Онда соңғы уақыттары өте қымбаттап кетті. Оның үстіне сенің размерің үлкейген сайын ол киімнің бағасы да қымбаттай береді. Семіз болу, жалпы толық болу, артық салмақты жинау, бұл негізі өте үлкен шығын. Сен мысалы автобустармен былай жүруге де, жаяу жүруге өте қатты қиналасың, және үнемі такси жалдайсың. Киім алған уақытта стандарт киімдер және плюс сайз болғанда да кішкене нормадағы киімдер арзандау болады да, сенің салмағың артқан сайын киімге кеткен матаға байланысты, тігуіне байланысты оның бағасы да өсе береді. Бірақ сенің салмағының көптігіне байланысты, сенің размерінің үлкендігіне байланысты сен көбірек төлейсің. Сол менде киім жағынан проблема болды. Киімдерді өзімнің жарылып кетейін деп тұрғанымды фотодан, видеодан көру кәдімгідей қиын болатын. Сосын сол ең басты менде киім болды. Одан кейін айналамдағы көздер, сөздер деп айтқаным жаңағы мен мысалы бетіме күліп қарап сөйлесіп жүрген адамдардың барлығын мен мысалы керемет адамдар деп ойлайтын. Кейін білсем, оказывается, менің артымнан айтады екен. Білмеймін, маған енді қалай айтам, енді барлығы да айтады, енді әркімге ренжіп өкпелеудің де қажеті жоқ, енді шындық факт қой. Бірақ дегенмен білмеймін, енді үлкен адамдардың өзіңнен 10-15 жас болсын, бәрібір сенен үлкен ересек адам болғасын, сен өмірге толерантты көзқараспен қарайды деп ойлайсың. Мен мысалы солай ойладым. Өзімнен үлкендер менен әлдеқайда ақылдырақ, олардың санасы биіктеу, олар дұрыс ойлана алады, қай жерде шектеу қою керек екенін біледі. Тіпті мысалы адамның өз ойы болады ғой, мысалы сен әртүрлі затты, жаман заттарды ойлап тұрасың бірінші кезекте, бірақ біреуді мысалы жаратпай тұруы мүмкін. Бірақ дегенмен сен ересек адам болғасын, ол ойларыңды біреуге жеткізерден бұрын сен ойланасың. Осы кісіге айтқаным дұрыс па, біреудің көңіліне тиіп қалмай ма, маған мысалы не қажеті бар деген сияқты. Өзіңнің мысалы тек қана өзіңнің үйіңде, өзіңнің отбасыңда, дастархан басында ғана айтатын, немесе өзіңнің ішіңде ғана қалып қоятын, ешкімге айтпау керек бір ойлар болады. Соны мысалы тіпті өзімнен үлкен ер адамдардың, әйел адамдардың мені өсектеп, мен туралы айтқан жаман сөздері, мені салыстырғандары туралы естігенімде кәдімгідей үстімнен салқын су құйып жүргендей болды. Негізі мүлдем күтпеген адамдардың да айтқанын естідім. Кәдімгідей в шоке болдым. Қасында жүріп, деп күшті деп күліп қарап, саған не амандасып, қандай күшті молодецсің деп жүріп, қаншама сөздер айтқандарын адамдарға сенуге болмайды екен. Және сонымен қатар енді сол уақытта естімегенім де дұрыс болған бар. Мен енді өзім тікелей бетіме келіп айтқандарды болды, оларға рахмет. Негізі бетіне айтқанда жақсы болар. Артыңнан өсектеп, күлкі етіп, сені мазақ етудің бірінші орында тұрасың. Сені мазақ етудің бірінші құралы етіп алады. Өздерінің эголарын сені мазақтау арқылы, сені сөз қылу арқылы өздерінің эголарын қанағаттандырады. Білмеймін, енді мен үшін сол уақытта естімеген жақсы болған екен деп ойлаймын. Одан кейін естігенде білмеймін, енді ешқандай енді ол уақытта арықтағаннан естігенде маған бір әсер ете қоймады. Бірақ көңілім қалды барлық ондай адамдардан. Сосын адамдарға деген көзқарасым кішігірім өзгерді. Шынымен қиын. Сондықтан қыздар, арықтаңыздар. Жаңағы не бойынша айтатын, білем сіздерге жалпы артық салмағы бар адамдардың барлығына да қиын, және айтады ғой, мысалы ақыл кеңесші болып арықтау керек деген сияқты. Сен мысалы хотя көресің, сенің үйіңде де айна бар деген сияқты. Енді айтады айнаңдағылар,
сен қабылдағың келмейді, ол да түсінікті. Оның барлығын өз басымнан өткіздім. 130 килограммнан артықтаған адам ретінде айтарым, артық салмақпен өмір сүру өте тиімсіз, өте қымбат және қиын. Сіздер білетіндеріңіздей, киім жағынан болсын, тамақ жағынан, адамдармен қарым-қатынаста да өте қиын. Сені ең соңғы орынға қойып қояды. Сен өте үлкенсің, сен өте крупныйсың, бірақ сен кез келген жерде көрінбейсің. Сен жақсы жерлерде, жақсы орталарда шығып выступать ететін болсын, немесе керемет бір наградалар алатын жерлерде сен болмайсың. Сен тек жұмсайтын жерде ғана боласың. Сен көрінбейсің, сен ешкім көрмейді, көрмегенсінеді. Көрмегенсиді ма, қалай айтады? Көрмеген сияқты болады. Сен хотя көрініп тұрасың, бірақ бәрі сені көрмеген сияқты болады. Сен жоқсың. Сен барсың, бірақ адамдардың көзінше сен жоқ болып кетесің. Сондықтан жарқырап, бұл жарық дүниедегі барлық жақсылықтарды алғыңыз келсе, барлығын көргіңіз келсе, әрине жүдеу керек, арықтау керек, артық салмақтан құтылу керек болады. Сол үшін жұмыстарыңыздар дегім келеді. Өздеріңізге көзде сөзде тигізіп қажет емес, жұрттың сөзін тыңдамаңыздар дегім келеді. Бірақ дегенмен бір ат болып қамшылайтын кезінде ол сөздерінде кейбіреулерінің арасынан көмек етеді. Сен намыстанасың сол сөзден, сосын әрі қарай болды, мен өзімді ешкімге таптатпаймын деген ой келеді. Ал кейбір ойлардан сен суицид туралы ойланасың. Соның аражігін анықтау керек. Егер барлық адам артық салмағы бар адамның барлығы суицид туралы ойланатын болса, білмеймін, енді Қазақстанда көптеген адамдар кетіп қалуы мүмкін еді. Сондықтан ондай ойға бармаңыздар. Егер ондай ой бар болса, жалпы психотерапевтке, психологқа барып қаралыңыздар, сөйлесіңіздер дегім келеді. Маған енді қасымда құрбыларым болды, жақын сенетін адамдарым болды. Солар маған психологиялық тұрғыдан көп көмектесті. Рахмет оларға. Солардың арқасында және өзімнің бір ең алдымен енді Алланың берген маған көмегі деп білем. Маған жаны ашыған болар. Сосын анамның өте көп маған көмектесті. Психологиялық тұрғыдан мені бір жағынан тәуесет ұрсып алады, бір жағынан жақсы сөздермен, жақсы мотивациямен, ақшамен де талпындырды. Солардың барлығы әсер етіп, соңында мен 50 килограммға арықтай алдым. Бұл нәтижемен мақтанам. Қанша қиын жолдан өттім. Оның бәрін шыны керек кейде еске алғым да келмейді. Мен үшін бір стресс туғызатын жағдай болып кететін сияқты. Сондықтан әркім өзіне ыңғайлы жағдайда арықтауы керек. Соған сіздерге кеңес беремін. Сіздерге қалай ыңғайлы? Мүмкін 2 жылда тастарсыздар, мүмкін 3 жылда, бірақ сіздерге ыңғайлы, сіздердің күнделікті режимдарыңызға бір ауыр салмақ түсірмеу қажет. Бірден барлығын қойып кету бұл радикально қиын шешім. Болмайды олай жасауға. Ең алдымен дәрігерге баруға, дәрігермен кеңесуге сіздерге кеңес беремін. Дәрігерге барып қаралыңыздар. Барлық анализді тапсырыңыздар. Мен мысалы дәрігерге бардым, қаралдым, диетологқа бардым, маған меню жазып берді. Сол арқылы сондай іс-әрекеттер жасағандарыңыз дұрыс. Егер одан да көмек болмаса, бәрібір психолог пен психотерапевтпен жұмыс жасаған дұрыс. Өздеріңіз басқа әлемге кетіп қалмаңыздар. Бәрінен шаршап кетсеңіздер, мысалы еш сөйлесетін, түсінетін адам болмаса, сонда барып жеңілдеп қаласыздар. Тағы да не айтамын? Және арықтағанның тағы бір пайдасы, адамдардың саған деген бір қалай көзқарасы өзгереді жақсы жағына. Сені мысалы ерік-жігері мықты адам ретінде қарай бастайды, саған құрметпен қарай бастайды. Бұл сен өз-өзіңді жеңгеніңді көрсетесің. Тағы да сен өз-өзіңмен күрестің, сен басқалармен де күресуге дайынсың. Сен конкуренцияға дайын адамсың, бәсекелестікке. Сен басқалармен де өз-өзімен күрескен адам, басқалармен де күресе алады, басқалармен де бәсекелестікке түсе алады. Сен яғни құрметке лайықты адам боласың. Өзіңе ұнап тұрған киімді кигенде өзіңді сенімді сезінесің.
өзіңе ұнаған адам, мысалы бойдақ қыздар болса, өзіңе ұнаған адам саған да мысалы взаимно симпатия білдіруі мүмкін, басқа адамдардың симпатиясын мысалы қабылдауы мүмкін. Жалпы әдем болып жүргенге не жетсін. Толық мүмкін жеткізе алмай тұрған болармын, мүмкін тағы да түсірермін. Бірақ жалпы айтарым, егер артық салмақтарыңыз болса, ең алдымен денсаулықты бәрібір ойлау қажет екен. Мен одан кейін барып ойланамын ғой, көбісі мысалы инфаркт, инсульт деген сияқты, инфаркт көбінесе артық салмақтан, көп аурудың барлығы, рак ауруларының көбісі мысалы артық салмақтан пайда болады екен. Артық салмақ барлық ауруларды туғызады. Сондықтан артық салмағы бар адамдар көріп отырсаңыздар, өздеріңіз үшін, қасыңыздағы біреу үшін емес, бір жолдас үшін емес, өзіңіз үшін арықтаңыздар, иә. Сіздерге соны кеңес беремін. Бірақ мүмкін ол егер мотивация болса, біреу үшін де арықтаған ешқандай зияндығы жоқ. Мысалы бір жұлдызды жақсы көріп қалдыңыз, онымен бірге барып фотоға, видеоға түскіңіз келеді, бірге коллаборация жасағыңыз келеді, қандай да бір істе өнер бар шығар. Ал сіз мысалы артық салмақтан қысыласыз, қиналасыз, бәрібір оның қасында тұрған уақытта нән болып көрінген ешкімге де ұнамайды. Біреудің қасында нән болып көріну ұнамайды ешкімге. Егер ондай көрінгілеріңіз келмесе, арықтау керек. Маған да енді әрі қарай өзіме мотивация керек болып жүр. Мен өзім сол салмақ тастағаннан кейін қазіргі мысалы артық салмақ менде бар, мен әлі де толықпын. Бірақ соған қарамай өзімді жақсы сезінгендіктен кәдімгі расслабония болып кеттім. Кәдімгі расслабиться етіп кеттім. Бүкіл тамақты жеп жатырмын, барлығын ішіп жатырмын. Салмағым бір қалыпты, сол 50 килограмм тастағаннан кейінгі бір қалыпта қалды. Кейде енді болады, тамақты азайтып, кішкене спортпен айналысып бастасам, тастаймын. Сосын тамақты қайтадан ішіп, барлық нәрсені ішіп жегеннен кейін қайтадан сол салмақ қосылады. Бірақ қазір енді бір қалыпты ұстап тұрмын. Әрі қарай семіріп кетпеуге, қайтадан артық салмақ қоса алмауға тырысып жатырмын. және арықтау керек деп ойлап жатырмын. Бір мүмкін өзіме күнделік челлендж арнап, күнделікті бір челлендж арнап арықтауға тырысатын болармын. Бірақ білмеймін енді оны қай уақытта бастайтынымды. Жалпы осы бір жылда жеткен жетістігіме қазір қуаныштымын, және осыны қазірше бір қалыпты ұстап тұрғым келеді, және өзімді бір еркін сезінгім келеді. Диеталардан барлығынан бас тартып, аздап болса да өзімді бір еркін құста сезінгім келеді, барлық шектеулерді алып тастап. Солай. Басқа тағы да не айтуыма болады, білмеймін. Жарты сағатқа созып кетті ғой тіпті. Бірақ енді бұның ішінен қиып аламын ғой, қиып сіздерге осының ішінен кеңестерімді ұсынып отырамын. Солай, менің ұзақ видеом осы. Қараңыздар, тіркеліңіздер, мен үнемі қарап отырыңыздар, маған қолдау білдіріңіздер. Жалпы YouTube каналды дамытып, подписчиктерімді көбейтіп, ішіне сол подписчиктерге өзімнің басымнан өткен оқиғаларды, өзімнің оқыған кітаптарым туралы, өзімнің ойларым туралы айтқым келеді, сіздермен бөліскім келеді. Негізі бір сөйлесем көп кететін адаммын, ал былайғы уақытта сөйлемеймін, үндемеймін, сабырлатамын. Ал өзімнің подписчиктеріме барлығын ашылып айтып, сіздермен бөліскім келеді. Сондықтан мені тыңдаңыздар, подписаться етіңіздер, және лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар, иә? Сіздерден күтемін міндетті түрде. Бәріңізді люблю, бәріңізді өзімнің каналыма шақырамын, келіңіздер.